Армысыз YouTube көрермен, сіздермен халық ем арнасы. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін өздеріңізге алғыс айтудан шаршамаймыз. Бүгінгі видеода адам организмінің шылаққа толғаннан қандай белгілері бар екендігін және одан қалай құтылуға болатыны жөнінде айтатын боламын. Сондықтан видеоның соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Соңғы кездері өзіңізді тым шаршау әрі ұйқысы қанбаған жан секілді сезінесіз бе? Тіпті бойыңызда билеп алған әлсіздік төсектен тұрғызбайды ма? Қанша сағат ұйықтасаңыз да маужырап жүресіз бе? Мұның бір ғана себебі бар. Аталған жағдайлар ағза шылаққа толғанда ғана көрініс береді. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздерді жаңа әрі пайдалы видеолар шығаруға шабыттандырады. Шылақ алдымен бауыр мен бүйректі жаулайды. Өздеріңіз білетіндей, бұл екі ағзада тазалаушы қызметін атқарады. Бауыр көптеген улы заттарды зиянсыз заттарға айналдырса, ал бүйрек қоректік заттарды жинау және зәр шығару жүйесі арқылы зиянды заттарды жою үшін қанды сүзеді. Егер бауыр мен бүйрек қызметін дұрыс атқара алмаса, ағза шылаққа толады. Ал ағзаңыз шылаққа толса, онда мына маңызды 7 ауру арқылы белгі береді. Бірінші, шаршау. Қанша ерте жатып, кеш тұрсаңыз да, шаршаудан арыла алмай жүрсіз бе? Ұйқының қанбауына қарап отырып шаршауыңызға дұрыс демалмай жүргеніңіз себеп емес. Шаршауды басу үшін түнді түнге ұрып ұйықтасаңыз да, орныңыздан тапжылмай отырсаңыз да пайдасы жоқ. Өйткені сіздің үнемі шаршап жүргеніңізге ағзаңызды жаулаған шылақ себеп болады. Бұдан шығатын жол: таңертең бір шыны кофе ішіңіз, немесе тәбетіңіз тартқан тәтті жеңіз. Бұлар ағзаны қуаттандырып, зиянды заттармен күресуге ықпал етеді. Екінші, артық салмақ. Сіз артық салмақтан арылу үшін әрекет жасайсыз. Ол оңай іс болмайды. Калориясы төмен тағамдарды тұтынасыз. Салдарынан қажетті дәрумендер мен минералды заттардан қапы қаласыз. Нәтижесінде ағза өзіне қажетті заттарды ала алмаған соң, шылақты қуып жіберуге қауқарсыз келеді де, ағзаңыз шылаққа толады. Бұдан шығатын жол: артық салмақтан арылу үшін диетаның өзін дұрыс таңдау керек. Мейлінше дұрыс тамақтануға тырысыңыз. Үздіксіз спортпен айналысыңыз. Жеке бастың тазалығын сақтаңыз. Үшінші, жағымсыз иіс. Ағза шылаққа толған кезде тісіңізді күнде қанша рет тазаласаңыз да, хош иісті сағыз шайнасаңыз да, ауыздағы жағымсыз иіс жоғалмайды. Өйткені оның шығуына ағзаны жаулаған шылақ себепші болады. Бұдан шығатын жол: терапевт немесе гастроэнтеролог дәрігердің кеңесін алыңыз. Асқазан мен бауырды тексертіңіз. Қажет болса, арнайы дәрілердің көмегімен жудырып, ем жасаңыз. Төртінші, іш қату. Шылақты ең көп жинайтын әрі тазалайтын ішек. Күн сайын тұрмақ, сағат сайын ішекке шылақ толады. Егер сізді іш қату мазалайтын болса, жүйелі түрде үлкен дәретке бармайтын болсаңыз, онда сыртқа шығу тиіс шылақ пен улы зат іште қалып қояды. Салдарынан денеңізге кері әсерін тигізіп, теріңіз қартаяды, дақ басады, қараяды. Одан бөлек басыңыз ауырып, жиі шаршап жүретін боласыз. Бұдан шығатын жол: алдымен тамақтану мәзіріне мұқият болыңыз. Ешқашан зиянды, жартылай дайын, химикатқа бай әрі консервіленген тағамдарды тұтынбаңыз. Мейлінше дұрыс тамақтануға көңіл бөліңіз. Суды көбірек ішіңіз. Жеміс-жидектер мен көкөністі жуып жеңіз. Қайнатылған, бұқтырылған тағамдарды жеуге әдеттеніңіз. Бесінші, иіс сезгіштік. Ағза шылаққа толса, адам өзінен өзі иіс сезгіш болып алады. Оған ағзадағы химиялық заттардың көптігі әсер етеді. Егер сіз елден бұрын жағымды және жағымсыз иіс сезе бастасаңыз, дерттің дауасын өзіңізден іздеңіз. Ағзаны шылақтан тазартып, қалыпты жағдайға келуіне ықпал етіңіз. Бұдан шығатын жол: арнайы дәрігермен ақылдасып алып, 3-7 күндік тазалау әдісін қолданыңыз. Алтыншы, бұлшық еттің ауруы.
Сіз ұйқыдан денеңізді көтере алмай оянасыз ба? Бейне бір денеңізді ұрып тастағандай күй кешесіз бе? Оған да себеп ағзаның шлаққа толуы. Егер ешқандай спортпен айналыспасаңыз да, физикалық жаттығулар жасамасаңыз да, денеңіз ауырып, бұлшық еттеріңіз тырысып жүрсе, онда ағзаны шлактан тазалаңыз. 7. Теріңіздегі проблема. Ағза шлаққа толған кезде беттен көрініс береді. Бетіңізді дақ басып, қарайып, қартая бастайсыз. Кей жағдайларда дене бөртіп, қышып маза бермейді. Бұл жайсыздықтан ағзаны шлактан тазарту арқылы құтылатыныңызды еске түсіріңіз. Бетіңіз ішек пен асқазаныңыздың айнасы екенін ұмытпаңыз. Бұдан шығатын жол теріні жақсартып, жаңарту үшін қымбат кремнің көмегіне жүгіну бос әурешілік. Ағзаны, асқазанды, бауыр бүйректі жуғызыңыз. Сонда тері өз-өзімен тазаланып, жасара бастайды. Ендігі кезекте ағзаны шлактан тазалайтын 6 әдіске берейін. Бұл әдісті күнде жасасаңыз, сонда ағза шлаққа толып қалмайды. Негізінде ағза жейтін тағамның әсерінен шлаққа толмайды. Оған тамақ, су, ауа да әсер етеді. Сондықтан бәріне өте мұқият болғаныңыз абзал. Ал мына 6 әдісті күнде қолдану арқылы ағзаны шлактан тазартып, қайта шлаққа толмауына жол бермейсіз. 1. Су ішіңіз. Су ағза үшін өте пайдалы. Ең бастысы, ағзадағы артық заттармен шлакты шығарады. Егер сіз ішекпен ас қорыту жолдарын таза әрі сау күйінде ұстасаңыз, онда ағза шлакпен өзі-ақ күресіп сыртқа шығарады. Ендеше күніне 8-10 стакан су ішуді әдетке айналдырыңыз. 2. Лимон суы. Егер ағзаны шлактан тазартқыңыз келсе, күніне 1 рет 1 стакан лимон суын ішіңіз. Өйткені лимон қышқылы усыздандыратын қасиетке ие. Ал лимон шырыны асқазан мен бауырға өте пайдалы. Сіз лимон суды ішуді әдетке айналдырсаңыз, асқазаныңыз қалыпты жұмыс істеп, керегін алып, зиянын сыртқа шығарып тұрады. 3. Смузи. Жеміс пен көкөністен дайындалған кез келген коктейль ағзаны артық заттан тазалауға септігін тигізеді. Ендеше күнделікті тамақтану мәзіріне қырыққабаттан, қызылшадан, алмадан, апельсиннен, алмұрттан, кивиден, ананастан, авокадо немесе зімбірден смузи дайындап ішіңіз. 4. Көк шай. Ағзаны оттан қорғау үшін кофені көк шаймен алмастырыңыз. Көк шай ағзаны шлактан қорғайтын антиоксидантқа бай. Құрамындағы глутатион шлакты шығаруға ықпал етеді. Ал микроэлементтердің қайнар көзі саналатын полифенол майды ерітетін гормон бөледі де, нәтижесінде артық салмақтан арыласыз. Егер күніне 2-3 шыны көк шай ішсеңіз, ағза шлактан тазарып, сымбатыңыз сымдай тартылады. 5. Жаттығу. Терлеу уыттан қорғайтын бірден-бір әдіс. Ағзадағы кез келген шлакты терлеу арқылы шығаруға да болады. Терлеу үшін үздіксіз жаттығу жасаңыз. Моншаға түсіңіз, бу қабылдаңыз. Міне осы қадам арқылы шлактан құтыласыз. Соңғы кеңесіміз 6. Стресстен құтылу. Ағзаға шлак дұрыс тамақтанбағаннан жиналады. Оған бөлек стресте себеп болады. Сондықтан да кез келген дүниеге салмақты қарап, байыппен шешіңіз. Стресс шлактың жиналуына ғана емес, ағзаның тозуына да септігін тигізеді. Сондықтан көтеріңкі көңіл күйде жүріңіз. Құрметті достар, видеомыз ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпағаныңыз жөн. Және де видеомызды достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі видеоларда жүздескенше аман, сау болыңыздар. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.